әңгімеміз періштелер жазасы деп аталады. Ол ақыл-есі толық жетілмеген 25-тен асқан ұлы мен оның кішкентай күшігін жетектеп күнде аулаға шығатын. Бір қарағанда дене бітімі соқалдай көрінген жас жігіттің 5 жасар балаша мәз болып күшікпен ойнағанын көргенде байқұс шешесін аяп-ақ кететінбіз. Бірде әлгі әйелмен тілдесудің реті келді. Күйеуі баласының ауруы туралы білген соң бұлардан кетіп қалған. Аурушаң баланы өсіру үшін амалсыз өзі де жұмыстан шығуына тура келген. Жұмыстан шыққаным да дұрыс болды, әйтпесе кім білген, деп барып көзіне жас алып мұңайған әйелдің әңгімесі мені де ойландырды. Жедел жәрдем ауруханасының гинекология бөлімшесінде біраз жыл жұмыс істедім. Сіз білсеңіз, күніге қаншама әйел жасанды түсік жасататынын. Алданып қалған қыздар, жеңіл жүріске салынған сылқымдар, ішімдікке әуес әумесер әйелдердің бәрі тезірек құрсағына біткен тіршілік иесінен құтылғысы келеді. Ал енді некелі келіншектер ішіндегі өлі баласынан айырылғысы келмей шырылдайды. Кей күндері ерікті түрде аборт жасатуға келгендердің көптігінен оларға кезектемей қалып жататын. Білесіз бе, бір келіншек алдыма жылына 4 рет келген болар. Өзі араққа да еркекке де әуес. 2 рет жасанды түсік жасатқан соң енді спираль салдырып ал. Бұның болмайды деп ескерткенмін. Спираль салдырам деп жүргенше тағы біреулермен ішіп артынан жүкті болып қалатын. Болды соңғы рет деп ақталып келіп тұрғанда басынан бір салғым келетін. Бірақ ақысын төлеп дәрігерлермен келісіп кеп тұрған соң амалсыз іске кірісетінмін. Ол кезде алқаш әйелге бала неге керек, алдырып тастағаның да дұрыс, тәйірі кімнен жүкті екенін де өзі білмейді. Осы деп өзімнің жұмысымның дұрыстығына күмән келтірмейтінмін. Осылайша біреуді аяп, біреуді ақтап, біреуді даттап жүріп қаншама әйелдерге жасанды түсік жасадым. Қаншама баланы көрер жарығынан айырдым. Мен мына қолыммен талайлардың өміріне балта шаптым. Әрине, ол кезде ауыр күнә арқалап жатырмын деп ойландым ба? Жігерсіз еркекпен бас қосқаныма да баламның диагнозын естіген кезде күйеуім бізді тастап басқаға кеткенде өмірдің өзіне кінәладым. Маңдайыма жазылған тағдырға лағнет айттым. Сөйттім де бұл дүниеде жасағанды бұл дүниеде кетпейді екен. Соған көзім жетті. Бірде алдыма бір келіншек келді. 2 рет баласын түсіріп алыпты. Көзінен жас төгілмесе де жүрегінен жылап тұрғанын байқадым. Әңгіме тартып аландырмақ болып едім. Бұл періштелердің жазасы ғой. Кезінде қай сіңлімді, өз сіңлімді жасанды түсік жасатуға ертіп келіп өзім де алып қайтып едім. Енді міне бұл жерден менің де құрсағым бос қайтып барады дегенде жүрегім дір ете қалған. Олай болса, менің баламның да аурушаң болғаны менің кесірімнен ғой, яки мен өз күнәларым үшін талай баланың жанын жер бастырмай көкке қайта қайтарғаным үшін жауап берудемін. Осы ойды ойлаған сайын, білесіз бе, мен жеңілдеп қаламын. Баламды біреулер аурушаң, ақыл-есі дамымаған деп күдіктене қарап жатады. Ал ол мен үшін ғұмырын үзген періштелердің жиынтығы сияқты. Мәңгілік періште күйінде қалған бала көңілі соның дәлелі емес пе? Қараңызшы, асыр салып ойнап жүргенін. Ол еш уақытта пенделердің уайымын түсінбейді, шынайы қуана біледі. Өтірік айтып көлгірсуді білмейді. Қалай тез өкпелесе, солай ашуы тез тарқайды. Көңіліне жаққан нәрсеге алданып мәз болады. Ол ешқашан өспейді. Мейлі есесіне балалығымен мені ұзағырақ қуантады деп күлімсіреп күшікпен ойнап жүрген баласына бір қарап қойды да бұрынғы дәрігер әйел. Иә, оның жан жарасына шипа болатын баласы бар. Жасанды түсік жасатам деп өзіңді де өзгені де күнәға бастырмайықшы. Замандас келіншектер.